Қыздар, привет! Бүгін мен сізге неге бұл аппарат инновациялық деп аталады және неге Корея ғалымдары 8 жыл уақытын зерттеуге арналғанын айтып беремін. Көп аппараттарда тек бір радиотолқын болады. 1, 3 немесе 5 мегагерц. Сол себепті олар дерма қабатына жетпей немесе жайылып кетеді. Енді салыстыру үшін видеоға назар аударайық. Өзіңіз енді мінекей көргендей, А аппаратында 3 мегагерц радиотолқыны жайылып дерма қабатын түбіне толық жетпейді. Қызуы бар болғаны 35-5. Б аппаратында радиотолқыны 1 мегагерц. Дерма қабатын түбіне жетпей, энергиясын жартылай жоғарыға шығып кетеді. Қыздыруы бар болғаны 34-6. Ал С аппаратында скин фитнес режимінде 2 радиотолқыны 1 және 3 мегагерц бір уақытында жұмыс істейді. Енді толқындары дерма қабатын түбіне дейін жетіп, қыздыруы 43-6. Енді түсінікті болу үшін 1 мегагерц дегеніміз 1 секундта 1 миллион радиотолқыны. Ал дерма архитект аппаратында 1 секундта 1 миллион және 3 миллион радиотолқыны болғасын дерма қабатына толықтай жетеді. Сондықтан бұл дерма архитект аппараты басқа аппараттардан дәл осымен ерекшеленеді. Ал толық танысу үшін реакция жіберіп сал, мен міндетті түрінде саған хабарласамын.